Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, айтшы, бүкіл адамзатқа айт, Раббыларынан астағфирулла деген сөз арқылы кешірім сұрасыншы. Шыңыз, расында Алла кешіруші. Егер осы сөзді айтсам не болады? Юрсилис самаа алейкум идрара. Жаңбырға біреу егістік ексе, егістік еккен адамның өзі осы сөзді айтса, жаңбыр жіберем дейді. Жаңбыр ғана емес, аспанды түгел сенің қызметіңе қоям. Келесі аят. Ва юмдидукум би амвалин ва банин. Сендерге медет деген сөз арабта мәдада деген етістігі ғой, біздегі қазақ тіліндегі медет. Бірінен соң бірі келе беретін жәрдем. Мал дүниеңді солай істей берем дейді. Мал дүниеңді бірінен соң бірі келе береді. Және бала шағамен де қуаттайым сені дейді. Мал дүниемен де қуаттайым, бала шағамен де қуаттайым. Сосын айтады: "Ва яджаллакум жаннатин ва яджаллакум анхара." Бақшалықтар жасап берем. Сосын бақшаны бергеннен кейін біреу сізге бір бақшалықты берсе, бірақ су мүлдем келмейтін болса, ол бақша сізге не керегі бар? Ана жүзімдіктер, оған суды шаршайсыз ғой шелекпен тасып. Соны айтады: "Мен саған бақшалықты берсем, суды, негізгі керек нәрсе бақшаға су ма? Оны өзім шешіп берем" дейді. Астынан өзен асып қоямын. Берсем осылай берем дейді. Алланың берін қараңыз. Ең соңғы аятына жүрекке тарс еткізеді Аллах Тағала. "Малакум ла тарджуна лиллахи вақара." Сендерге не көрінген, құлдарым-ау, Алланың осындай уәдесіне сене алмайтын дейді.